Жылжымайтын мүлік бойынша қате мәліметті қалай түзетуге болады? Әуелі, мобильді қосымшадағы салық әмияны сервисіне кіру керек. Одан соң, салық салу объектілері бөлімін таңдайсыз. Келесі қадам түзетуге өтініш бөліміне өту. Жылжымайтын мүлік бойынша қате мәлімет туралы хабарлау бөлімін таңдайсыз. Экранға толтыруға арналған үлгі шығады. Кадастрлық номерді жазасыз, не тізімнен таңдайсыз. Одан соң жылжымайтын мүлік түрін көрсетесіз. Тұрғын үйдің орналасқан мекен жайын белгілейсіз. Осыдан кейін тексеру батырмасын басасыз. Біздің мысал жағдайында пәтер иесі жайлы мәлімет қате толтырылған. Ол үшін мәзірден қызмет түрін таңдайсыз. Жылжымайтын мүлік иесі туралы мәліметті өзгертеміз. Келесі кезек керекті құжат суретін енгіземіз. Қосымша түзету үшін кеткен кемшілікті көрсетуге болады. Жіберу батырмасын басамыз. Өтінімді өкілетті органға түзетуге жіберген соң, сұраныстың мәртебесі өзгереді.